Сәлеметсіңдер ме, бірінші сынып оқушылары? Жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Сабақ тақырыбы өсімдіктің қандай түрлері болады. Бүгінгі сабақта сен өсімдіктердің түрлерімен танысасың. Адам қолымен өсіретін өсімдіктер туралы білетін боласың. Балалар, бүгінгі сабақ барысында мына тірек сөздерін қолданамыз. Ағаш, бота, шөп, мәдени өсімдік және жабайы өсімдік. Айналамызда көптеген өсімдік түрлері өседі. Олардың әрқайсысы ерекше. Енді төмендегі бейнероликті тамашалауға шақырамын. Топқа бөлінетінін білесіздер ме? Өсімдіктер 3 топқа бөлінеді. Ағаштар, бұталар, шөптер болып бөлінеді. Мінекей, ағаштың, бұтаның, шөптің суреті көрсетілді. Ағаштар сабақтары мен тамырлары сүреңкеніп біткен, өте жақсы жетілген, діңі бар, биіктігі 2-3 метрден кем болмайтын көп жылдық өсімдік. Бұта, бұтақтары жіңішке, ұсақ, аласа өсімдік. Оның биіктігі 50-60 сантиметрге жетеді. Шөп, жіңішке әрі жұмсақ сабақтары бар өсімдікті айтады. Сіздер ағаштар мен бұталардың қандай ұқсастығы бар екенін білесіздер ме? Ұқсастығы өсімдікке жатады, күннің көзін жақсы көреді, өседі, сумен қоректенеді. Айырмашылығы ағаштың діні қатты, жуан, биік. Бұтаның бұтақтары жіңішке, ұсақ, аласа болады. Неліктен кейбір өсімдіктерді жабайы, кейбіреуі мәдени өсімдік деп атайды? Осы сауалдардың төңірегінде әңгімелесіп көрейік. Адам өсіретін өсімдікті мәдени өсімдік деп атайды. Далада өсетін өсімдіктерді жабайы өсімдік деп атайды. Мәдени өсімдіктерге бау-бақшадағы, егістіктегі өсімдіктер жатады. Адам күтім жасайды. Жабайы өсімдіктерге орманда, шалғында, далада өсетін өсімдіктерді айтады. Жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді. Сонымен балалар, өсімдіктердің неше түрі бар? Дұрыс айтасыңдар. Өсімдіктер 3 түрге бөлінеді. Ағаш, бота, шөп. Ағаштарға емен, қайың, шырша, үйеңкі жатады. Бұталарға итмұрын, тобылғы, қарақатты жатқызуға болады. Шөптерге жусан, адыраспан, жоңышқа, бақ-бақ жатады. Өсімдіктерді 2 топқа бөлеміз. Мәдени өсімдіктер, жабайы өсімдіктер. Адам мәдени өсімдіктерге күтім жасайды. Олар адамға өзінің жемісін береді. Ал жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді. Олар орманда, шалғында, далада өседі. Адам өсіретін өсімдіктер мәдени өсімдіктер деп аталады. Мәдени өсімдіктер қалай пайда болады? Мәдени өсімдіктер адам өмірімен тығыз байланысты. Сондықтан адам өмірі үшін мәдени өсімдіктердің маңызы зор. Бау-бақша, егін алқабында өсіп тұрған өсімдіктер азық-түліктің, дәрі-дәрмектің және мал азығының көзі. Қазіргі таңда адамдардың еңбегінің нәтижесінде әдемі гүлзарлар, қала көркін келтіруде. Өсімдіктердің бір түрі жабайы өсімдіктер. Бұл өсімдіктер адамның күтімін қажет етпейтінін, өз бетімен өсіп көбейетінін білдік. Сабақты қалай түсінгеніңді білу мақсатында шығармашылық тапсырма орындайық. Суретте не көрсетілген?
өсімдіктер мен олардың ортақ атауларын бір-бірімен сызба арқылы байланыстыр. Мәселен, ағаш мәдени өсімдіктерге жатады. Балақай, тапсырманы әрі қарай өзің орында. Балақай, сенің де тапсырмаң осылай шықты ма? Жарайсың. Есте сақта, өсімдіктер 3 топқа бөлінеді. Олар ағаштар, бұталар, шөптер. Адам өсіретін өсімдіктер мәдени өсімдіктер деп аталады. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Тапсырманы қандай дәрежеде орындадың? Мен сенің жетістік баспалдағының жоғары сатысында тұрғаныңа сенімдімін. Себебі тапсырманы толық орындап шықты деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.